қадірменді қалайық, барлығымыз қиын кезеңді бастан кешіріп жатырмыз. Бүкіл дүниемен бірге көріп жатқан нәрсе бұл. Сондықтан мен өз басымнан өткіздім ол қиыншылықтарды. Осы кездерде жанашырлық білдірген барлық жерлестеріме, отандастарыма шын көңілімнен тағы да бір ризашылығымды айтқым келеді. Сіздердің Қазақстанның әр саласынан, әр түкпірінен, әр өнеркәсіптен, мәдениеттен, спорттан, денсаулық сақтау жүйесінен маған айтып жатқан тілектеріңіздің арқасында күш қуат алып емделіп шықтым. Көп рахмет. Қазірде сырқаттанып жатқан жандар бар, қиналып жатқан жандар бар. Солардың баршасына аман есен шығады деп сенемін. Себебі оған сену керек, көнбеу керек, жеңу керек. Біз одан күштіміз деп санасаңдар, сонда барлығын біз жеңеміз. Біз көп нәрсені жеңіп келе жатқан батыр бабалардың ұрпағымыз. Бұдан да өтеміз, Құдай бұйыртса. Ендігі жолда менің туған күніме байланысты бүкіл дүние жүзінен, бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен құттықтаулар менен ізгі тілектерді алып жатырмын, күнде оқып жатырмын. Дүние жүзінің елбасылары менімен бірге істеген. Дүние жүзінің қайраткерлері, саясаткерлер, баршаларыңызға рахметімді айтып, шын көңілімнен өте үлкен зор табыс, бақыт тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұл нәубеттен де біз өтеміз. Ертеңгі күні жүзіміз жарқын болып, талай кездесетін болармыз. Көп рахмет.